Сәлем, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге біз пельмен жасайтын боламыз. Ең алдымен пельменіміздің сорпасын дайындап аламыз. Ол үшін қызыған қазанымызға май құйып, үстінен пиязымызды салып қуырып аламыз. Майымызды міндетті түрде қыздырып аламыз. Және де пиязымыз сарғайған уақытта картопымыз бен сәбізді салып, жақсылап араластырып, үстінен томат қосып, және де тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен суымызды құйып, сорпасын дайындап қайнатып аламыз. Енді қамырымызды дайындап аламыз. Қамырымызды жақсылап илеп алып, кішкене уақытқа қалдырып қоямыз. Пельменімізге фарш дайындаймыз. Ол үшін пиязымызды салып, тұз және тағы басқа өз қалауыңша дәмдеуіштер салып, жақсылап араластырып, дайындап аламыз. Қамырымызды жайып аламыз. Орташа жұқалықта жаятын боламыз. Қамырымызды осылайынан жайып алып, пельменімізді түйіп аламыз. Барлығын түйіп болғаннан соң қайнап тұрған сорпамыздың үстіне салып, пісіріп алатын боламыз. Пельмендерімізді салып алып, 15-20 минут қайнатып аламыз. Тамағымыз дайын, қамыры езілмей өте күшті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.